Hello, boys and girls. How are you today? Our topic is when I was little. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен кішкентай болған кезде. Open your pupils book at pages 26 and 27. Now the first, listen, read and choose. Бірге мына жаттығуды оқып, аударайық және тапсырманы бірге орындайық. Мұнда бізде төменде тұрған сөздер naughty, бұзық, cute, сүйкімді деп аударылады. Қане бірге оқиық. When I was little, I was naughty, but I was cute. My favorite place was a fun fair. I went there with my mom and dad. My favorite toy was my drum, and my favorite game was OXO. My favorite animal was my pet dog, Puggy. By Tim. Мен кішкентай болған кезде бұзық болатынмын, бірақ өте сүйкімді болғанмын. Менің жақсы көретін орным бұл аттракцион болатын. Мен онда анам мен әкеммен бірге баратынмын. Менің сүйікті ойыншығым барабан және сүйікті ойыным OXO болған. Менің жақсы көретін үй жануарым бұл Puggy есімді ит. Next. When I was little, I was funny. My favorite place was the museum. My hero was Einstein. My favorite food was ice cream. And my favorite clothes were my blue shorts. I wore them all the time. By Rob. Мен кішкентай кезінде өте күлдіргі болғанмын. Менің жақсы көретін орным бұл музей болған. Ал менің өмірдегі кейіпкерім, жақсы көретін адам Эйнштейн болған. Жақсы көретін тамағым балмұздақ және де жақсы көретін киімім көк шортым болған. Мен үнемі осы киімді тастамай киіп жүретінмін. Қане бірге орындайық. I was naughty дейді. Кім бізде naughty балалар? Тим ба, Роб па? Yes, it is Tim. Next, I was funny. Tim or Rob? Yes, Rob. Next, my favorite food was ice cream. Балалар, кім балмұздақты жақсы көріп еді? Тим ба әлде Роб па? Yes, Rob. Next, my favorite toy was my drum. Мен жақсы көретін ойыншығым барабан болған. Who is it? Yes, it is Tim. Good job. Next, read and complete it. Мынаны бірге оқып орындайық. When you were little дейді. Сен кішкентай болған кезде сенің сүйікті тамағын пизза болған дейді. Міне мына қыз өзінің портфолиосында өзінің балалық шағын таныстырып жатыр. When I was little, your favorite food was pizza. Color was purple. Favorite toys were cars, машина, yeah? Your favorite clothes were dress. Сүйікті көйлек, киімі көйлек. My favorite hero was Superman. Superman болған, yeah? My favorite animal was the panda. Жақсы көретін жануары панда болған екен. My favorite place was the park. Жақсы көретін сүйікті орны park. And my favorite fairy tale was Aladdin. Жақсы көретін ертегі бұл Aladdin болған. Good job. Okay, бүгін біз сабақта degree of comparison біз бүгін сын есімнің шырайларын бірге өтетін боламыз. Сонымен, мысал бірінші мысалға қарайық. Old. Міне, бұның ең оңай жолы мен айтайын. Яғни и мен а екі әріптің туындысынан қосылғанда туған жұрнағын қосамыз. Мысалы, old. Міне, қараңдар балар. Міне, old бізде кәрі болса, оған осы и мен а әрпін қосатын болсақ, old. Кәрілік, the oldest, қария. Tall, ұзын, taller,
ұзындау, the tallest, одан ұзын. New, жаңа, newer, жаңалау, немесе жаңарақ, the newest, одан жаңа. Short, shorter is the shortest, қысқа, төмен, қысқарақ, және өте қысқа дейді. Міне, бірінші бұл бізде кәдімгі сөздер, сабақта, кітаптарда кездесетін жаңа сөздер емес, біз білетін сөздер, міне, tall. Одан кейін біз оны мысалы кәрілік, ұзын, жай ұзын, ортаңғы ұзын, жаңалау, бірақ ортарақ болса, біз оған әні қоссақ, міне, all да болады. Ал одан ұзын, одан кәрі болса, oldest, the сөзін міндетті түрде қосамыз. Сосын is жалғаймыз, жұрнағын. Ал қане бірге 24-ші жаттығуды орындайық. Окей. Astana, Kazakhstan, built in 2012. 240 meter high. Биіктігі 240 метр екен. Бұл Астана қаласында орналасқан. Келесі Париж, built in 1889, 324 meter high. 1889 жылы Францияда жасалған Парижда. Бұның биіктігі 324 метр дейді. Next, Тайванда 2004 жылы салынған 508 метр биіктікте, өте ұзын, ал Дубайда балалар 828 метр екен. Бұдан да ұзын. Бірге мына астындағы төмендегі 5 тапсырманы орындап шығайық. The Eiffel Tower is the oldest of all. Міне, бірінші сұрақта Eiffel мұнарайы осы ішіндегілердің барлығынан ең үлкені дейді. Yes or no? Yes, of course, yes. Next, the second. Taiwan, 101 taller than Burj Khalifa. Жоқ, дұрыс емес, Next. Emirate Towers, one is the newest of all дейді. Дубайдағы балалар, Дубайдағы ғимарат, әлемдегі осылардың ішіндегі ең жаңа ғимарат дейді. Yes or no? Yes, good job. The Eiffel Tower is shorter than Emirate Towers. Қалай ойлайсыңдар? No. Burj Khalifa is newer than Taiwan дейді. Yes, good job. Сонымен балалар, мен бүгін сабаққа үйге 2 тапсырма берем. Write about what you will like when you were little. Кішкентай кезде, міне, сендер кішкентай болған кезде қандай тамақ жақсы көрдіңдер, қандай түстерді жақсы көрдіңдер, қандай киімді киген жақсы көресіңдер. Міне, осыны жазып шығамыз. Сөйлемді көшірудің қажет жоқ. 1-ден 8-ге дейін нөмірлеп, жазып шығамыз қысқаша, Next, activity book, page 19, exercise 14. Complete the sentences. Міне, сөйлемдерді толтырамыз. Яғни, міне, бізде 4 сөйлем тұр. 4 сөйлемде қандай ғимарат екенін анықтаймыз. Балалар, естерінде болсын, егер Z болатын болса, онда біз жақшан ішіндегі сөздердің алдында Z тұрса, онда біз 3-ші бағана қарап isті қоямыз, Ал егер мұнда Z болмаса, онда осыны қолданамыз жақшан ішіндегі сөздерге. Содан кейін жанына қандай ғимарат, соны жазып шығамыз. Our lesson is over. Goodbye.